Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Текелі қалалық филиалының оқытушысы Құндыз Кәдірханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының тұңғыш президент мұражайы. Грамматикалық тақырып и, дайдей, тайдей жұрнақтары. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Жаңа сөздерді оқып, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Атамекен, алақан, аспап, аймақтық, әлемге әйгілі, білім беру, бірлік, баспа құралдары, бабалар, бармақтай, ғылыми, дәстүрлі, дәріс, жарлық, жаһандық, кешенді, құрылу, қабылдау, қару, қор, қауіпсіздік, мемлекеттік, мәртебе, мәдени, мұрағат, пікірталас, сирек, түпнұсқа, тәнті ету. Қазақстан Республикасының тұңғыш президент мұражайы. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің мұражайы Қазақстанның жаңарған тарихының мұражайы. Ол президенттің 2004 жылғы 28 тамыздағы жарлығымен құрылды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы тұңғыш президенттің мұражайы қорында жалпы 121.089 сақтан бірлік бар. Соның ішінде мемлекет басшысының жеке кітапханасының қоры 15.575 дана кітап пен баспа басылымдарынан, мемлекет басшысының жеке мұрағатының қоры 98.042 сақтан бірлігінен тұрады. Мұражай қорын 7.616 сақтан бірлік құрайды. Мұражай кешенді ғылыми зерттеу, ғылыми білім беру және мәдени орталық ретінде түрлі республикалық және халықаралық көрмелер, кездесулер, дәріс экскурсиялар, дәстүрлі емес кездесулер, пікірталас клубтарының отырыстарын үнемі өткізіп тұрады. Сондай-ақ, мұражайда мәдени және тарихи тәрбиелік тақырыпта республикалық және халықаралық ғылыми практикалық конференциялар өткізіліп отырады. Бүгінде Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті мұражайы ел астанасындағы көз тартар көрікті орындардың біріне айналды. Бірінші тапсырма. Бос орынды керекті сөзбен толтырыңыз. Тексеріңіз. Ол сабаққа кешікпеу үшін ерте тұрып жуынды. Ол студенттерге қала тарихы туралы ақпараттар жинады. Арман сабақтан келген соң әкесіне көмектесті. Төмендегі ұлы тұлғалар жайлы не білесіз? Абай Құнанбайұлы, Мұқағали Мақатаев, Жамбыл Шабаев.
Тамаша, жарайсыздар. Құрметті тыңдаушылар, грамматикалық тақырыбымызға өтейік. И және дайдей, тайтей жұрнағы. Есім сөздерге и және дайдей, тайтей жұрнақтары жалғану арқылы сын есім жасалады. Мысалы, мен әскери киім сататын дүкен іздеп жүрмін. Қазіргі уақытта тарихи мұражайлар жан-жақты қолдауға ие болып жатыр. Дайдей, тайтей жұрнақтары өзі жалғанған сөзден салыстыру, ұқсату және болжалдық мәні бар туынды сын есім жасайды. Зат есім: таудай, сүттей, судай. Мысалы, өскенде таудай бол. Есімдік: мендей, сендей, біздей. Мысалы, сендей жүйрік болу қайда. Сан есім: елудей, жүздей, мыңдай. Мысалы, байқауға 100-дей адам жиналды. Екінші тапсырма: керекті нұсқаны таңдаңыз. Абай Құнанбайұлындай. Құнанбайұлы тұлға жайлы әрбір адам біледі. Сіздерге Құнанбайұлындай және Құнанбайұлы екі нұсқа берілген, керекті нұсқаны таңдап, сөйлемді толықтырасыз. Дайын болсаңыз, тексеріңіз. Абай Құнанбайұлындай тұлға жайлы әрбір адам біледі. Қазақ халқының өміріндегі тарихи оқиғалардың хронологиясы жинақталды. Қазіргі жастар қазақы дәстүрдің кейбір ерекшеліктерін зерттеуде. Жамбыл Жабаевтың әдеби шығармалары Ұлы Отан соғысы кезінде танымал болды. Қазіргі заманда заманауи технологияны жан-жақты меңгеру керек. Үшінші тапсырма: сөздердің синонимдерін табыңыз. Тексеріңіз. Жұмыс, қызмет, алғашқы, бастапқы, дана, данышпан, құрайды, жасайды, жиналыс, мәжіліс, ылғи, үнемі, қазіргі күні, бүгінгі таңда, елорда, Астана, сабақ, дәріс, әдемі орын, көркем жер, тапсырыс, өтінім, туған жер, атамекен, әлеумет, қоғам, ену, кіру. Құрметті тыңдаушылар, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Қазақстан Республикасының тұңғыш президент мұражайы тақырыбында эссе жазыңыз. Құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.